2020 жыл Қазақстан халқы үшін, соның ішінде әсіресе қазақ халқы үшін ерекше жыл болмақшы. Себебі биылғы жыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Абайдың 175 жылдық мерейтойлары. Мен мектеп басшысы ретінде осы үлкен алыбымыздың мерейтойларын арнайы атап өту үшін жоспар жасап, бірнеше іс-шараларды іске асыруды бастадық. Солардың ішіндегі біреуі былтырғы өздеріңізге белгілі Астаналық нөмір 73 лицейдің 4 сынып оқушысы Ләйлі Рысқалидың Абай өлеңдері мен қара сөздерін оқу челленджі болатын. Осыны жалғастыруды, яғни оған екінші толқын беруді қолға алып отырмын. Осы ой толқынымызды ары қарай қоғам алып кетіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал енді мектеп ішінде біз барлық ұжым болып, барлық оқушы және ата-аналар болып, Абай мен Әл-Фарабидің тағылымын, ғибратын тану арқылы өзгеге танытуға бел байладық. Бұл ой толқынды дүниеге алып келуге себеп болған Абайдың өзінің сөзі түрткі болды. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмес, сен білсең, білгеннің бәрі тұл дейді. Яғни оқып үйрену Абай мен Әл-Фарабиді біреу үшін емес, өзің үшін болуы қажет. Яғни өзің үшін үйренуің керек, өзің үшін үйрен де жирен деп насихат қылады Абай. Шәкәрімнің сөзімен айтатын болса, құры білген не керек, білгенді қылған со керек. Баянсыздың бәрін қой, боласың сонда шын зерек. Демекші, құры біліп қана қоймай, Абай мен Әл-Фарабидің, Абайдың тағылымын танып, Әл-Фарабидің ғибратын ұғынып, өзгеге таныту және ұғындыру ой толқынына бәріңізді де қосылуға шақырамын.